Сау саламатсыздар ма, қымбаттыларым? Бүгін сіздердің алдарыңызда салмақты, салалы деген осындай кимешекпен отырмын. Сіздерге қалай көрінуде? Таңда тігілді осындай кимешек. Салмақты, салалы деген сөз келді көкейіме. Сондықтан да осы салмақты, салалы деп осындай кимешек тігілді. Сіздерге қалай көрінуде? Тырысып бақтым тігуге, және де өте әдемі кимешек деп ойлаймын. Және де бүгін еркін тақырыпта біраз әңгімелескім келді сіздермен. Негізі өмірде келген қиындықтарды жеңе біл деп үлкендер айтып жатады, я? Қандай да келіп жатқан қиындық сені биіктерге көтеруге, сенің дәрежеңді өсіруге, қандай да бір алдыға адымдап басуға көптеген пайдасын тигізеді ол қиыншылықтар деп айтып жатады. Сондықтан да қандай да бір қиыншылықтар келсе, ол мәңгілікке емес деп өзіңіз қандай да бір жетістіктер міндетті түрде менің өміріме келеді, себебі мен барлығын табиғаттан үйренемін деп өзіңізге мысалы алатын болсақ, жыл мезгілдерін алайық, я? Қыс болады, қыстан кейін көктем келеді, жаз айы болады. Сөйтіп, қамбаға алтын құйылған, мол жеміс жинайтын күзде келеді. Сол сияқты адамның өмірінде әртүрлі кезеңдер болады, я? Қыс мезгілі болады, тонады, қандай да бір жаурайды, қиындықтарды көреді, суыққа төзе біледі. Сөйтіп, қыс бітеді, көктем келеді. Қандай да бір жердің құлпырғанын көреді. Әдемі гүлге толған алқаптарды көреді. Таулардың етегі толған гүлдер, әдемілік, сұлу табиғаттың қайтадан жанданып, өсіп өне бастағанын көреді. Жаз келеді әсем, күннің ыстығын көреді, әдемілікті көреді. Сөйтіп, қамбаға миллиондар құятын, дәндер өсіп жететін, жемістерге толатын күз айы да келеді. Міне адам баласы өзінің өмірін осылай табиғаттан үйрене білетін болса, еш уақытта ол адам маған жамандық келеді деп ойламайды. Сондықтан да әр қиындық келген кезде көктемім алда, жазым алда, молшылық әкелетін күзім алда деп әрқашанда өзіңіздің берекелі күндеріңізге сенімді болыңыз. Себебі табиғат бір орында тұрмайды, мезгіл де бір орында тұрмайды. Сол сияқты адам баласының күндері де бір орында тұрмайды. Жылдар өтеді, өзен ағысындай ағып, я? Адам баласы әртүрлі кезеңдерден өтеді, сөйтіп өмір сүріп жатады. Сондықтан да бұл өмірде көктемім мен жазым көп болсын, молшылықты әкелетін күзім көп болсын деп тілектерді көп айтыңыз, жақсы сөйлеңіз, жақсы ырымдаңыз. Негізі адам баласы қандай да бір жақсы сөздерді көптеп айтатын болса, өміріне жақсылықтар көп келеді деп біздің қазақ халқы бекерге айтпайды, я? Жақсы сөз сөйле дейді, жақсы ырымда дейді. Қазақ халқы ырымшыл халық болғандықтан әр нәрсені ырымдайды. Мысалға, ұлы адамдардың отырған орнына өзінің балаларын, жас нәрестелерін отырғызып, немесе жатқызып алып жатады, я? Сол сияқты ырымдап, аузына түкір деп те айтып жатады. Мына жақсы енді дәрежеде жүрген, халық алдында жүрген ұлы адамдарды, қандай да бір енді халыққа еңбегі сіңген, жақсы жағынан көріне білген ұлы адамдардың сол адамдарға ұқсасын деп аттарын қойып жатады, я? Негізі адам баласының атын қойған кезде оған көптеген мән беру керек дейді. Сондықтан да жас өспірімдер өздерінің атын айтқан кезде толық өз атымен аталса екен, қандай да бір басқадай атпен аталмай, адамды өз атымен де атау керек деп айтып жатады. Сондықтан да өмірлеріңіз әдемі болсын, өмірлеріңізде көктем мен жаз, жемісі мол күзі болсын, бақытты, бақдәулетті күндеріңіз көп болсын. Сау саламатта болыңыздар.